Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы ұлттық ойындар. Оқу мақсаты: ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру, етістіктің етіс түрлері мен сабақ етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Сабағымызға кіріспе ретінде қазақтың ұлттық ойындары туралы видео материалға кезек берейік. Қазақ халқында ер жігіттің білек күші мен әдіс айласын арттыратын спорттық ойындар жетерлік. Олардың қатарында көкпар, аударыспақ, жамбат осынды ат спорт ойындары бар. Бұл ойындар қазақтың төл дәстүрін, қазақылығын танытады. Аударыспақ салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аударып алу сайысы. Ойынға қайрат күші мол, батыл да төзімді, шапшаң қимылдап, ат құлағында ойнай білетін жігіттер қатысады. Ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік кезінде найза ұстап, қылыш шабатын жауынгерлерге қажетті қасиеттерді қалыптастырған. Аударыспақ қазіргі кезде де шопандар тойында, мерекелерде спорт ойынның бір түрі ретінде көрсетіліп жүр. Видео материалдан бірнеше ақпаратты түсіндік деген оймен ары қарай жаңа ережемен танысамыз. Етістік қимыл әрекеттің белгілі бір нәрсеге қатыстылығына қарай екі топқа бөлінеді: салт етістік, сабақ етістік. Салт етістіктер қимыл әрекетке тура объектіні қажет етпейтін етістіктің түрі. Яғни барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктегі сөздермен тіркесе беруі мүмкін, бірақ табыс септіктегі сөзбен байланыспайды. Сабақ етістіктер тура объектіні табыс септіктегі сөзді қажет ететін етістіктер. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап беретін табыс септіктегі сөзбен байланысады. Оқушылар, ережені мұқият есімізде сақтап, жаттап аламыз. Және оқулықтағы көген тартыс деп аталатын ұлттық ойынның біріне кезек береміз. Мәтінмен мұқият танысамыз. Көген тартыс. Бұл ежелден келе жатқан көне ойындардың бірі. Ертеде оны малшылар ойнайтын болған. Ойынды кең алаңда, дене шынықтыру залдарында өткізуге болады. Ойынға қатысушылар тепе-тең екі топқа бөлінеді. Араларынан ойын жүргізуші тағайындалады. Ортасынан 1-1,5 метрде ашық орын қалдырылып, әрбір 40-45 сантиметр сайын түйіледі. Ортадан екі топты бөліп тұратын көмбе сызығы сызылады. Әр ойыншы бір-бір түйіншектен ұстап, екі топ бір-біріне қарсы қарап тұрады. Ойын басқарушының белгісімен басталады. Ортадағы көмбе сызықтан қай жақтың ойыншысы тартып өткізсе, сол топ жеңіліп, оны тартып өткізген жақ жеңіске жетеді. Ойын осылай жалғаса береді. Мәтінге байланысты тапсырмалар тізбегін орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтіннен сабақты және салт етістікті тауып, тіркесімдік мүмкіндігін анықтаңдар. Көрсетілген кестеге сәйкес тапсырманы мұқият орындаймыз. Бірінші тапсырманы сәтті аяқтады деген сеніммен келесі тапсырмаға көшеміз. Жоғарыдағы мәтіндерде баяндалған екі ұлттық ойын түрі арқылы адамда қандай мәліметтердің қалыптасатыны туралы деректерді кестеге түсіріңдер. Тоғызқұмалақ, көген тартыс. Оқу тапсырмасы: бір ұлттық ойын туралы мәлімет жазып, ойнау әдісін түсіндіріңдер. Оқушылар, бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндік деген сеніммен сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.